Ассалаумағалейкум достар, біз YouTube канал ашпас бұрын ең алдымен Gmail ашуымыз керек. Gmail дегеніміз кәдімгі электронный почта, баяғыда email почта дейтін болатын еді ғой, агент сияқты. Сондайдың екінші Gmail деген екінші почтасы. Сол Gmail болды, сол Gmail'дың логин паролін білсеңіздер, болды, сіздер любой жерге телефонмен де қолданып кете бересіздер. Кез келген бір компьютерный клубқа кіріп кетсеңіздер де сол компьютермен де кіріп істей берсеңіздер болады. Өзіңіздің ютубыңызға кіріп көре бересіз. Главный логин парольдеріңізді біліп алсаңыздар болды. Сіздерде уже Gmail ашылып қойған шығар кейбір телефондарда. Оның енді логин парольдерін білсеңіздер, білмеген болсаңыздар біліп алыңыздар. Кәдімгі интернетке кіріп Gmail деп логин пароль, забили пароль десеңіз, баяғы Instagram сияқты номеріңізге код келіп сөйтіп ашып алсаңыз болады. Енді қайттан новыйдан ашамын десеңіздер, қазір мен көрсетемін. Жалпы Gmail болса болды. Енді сіздерде кейбіреулеріңіз Gmail'дарыңыз бар болып, уже каналдарыңыз автоматом ашылып тұру да керек. YouTube-қа кірсеңіздер, өзі бір автоматом уже Gmail-ға бір канал ашылып тұр. Сіздер Gmail-ды ол телефон алған кезден бастап, может, магазиндегі адамдар істеп берді ма, или үйге келген кезде үйдегі кісілер істеп берді ма, уже Gmail-дарыңыз бар шығар. Болмаса интернетке кіресіздер да, осылай Gmail деп іздесеңіздер болады. Мен қазір іздеп көрсетейін. Неге Gmail десеңіз, өзі электронный почтаға кіреді. Gmail десеңіздер, мінекей войти деп кіріп кетсеңіз болады. Егер болмаса создать аккаунт деп ішіне новыйдан ашасыздар. Осы жерге жаза берейік. Ағылшынша жаза берейікші барлығын. Асылжан деймін. Мына жерге әркім фамилиясын жазады. Қалмен. Далее туған күндерін жазады. Туған күні, айы, қай жылы туылған, 1997. Әркім өзінің жынысын жазады. Далее, бұл жер өте простой, ондай бір қатты қиын нәрсесі жоқ. Неге мына жерде өзі маған автоматом екі почта ашып берді. Қалмен Асылжан 754 gmail.com немесе Асылжан Қалмен 94 gmail.com. Осы екеуін бірін алсам болады. Бұлар уже бос деген сөз. Босы маған вариантын шығарып берді да. Болмаса создать аккаунт деп басып, өзімнің қалаған бағытымнан істеп алсам болады. Қалаған атым жазып. Мен ана 94 деген ала салайын. Далее. Енді пароль жазам. Парольға бір үлкен әріп болу керек, кішкентай әріп болу керек, сан болу керек, андай сызықшалар болу керек деген сондайлар бар. Үлкен әріппен бастай салайын. Асылжан дей салайын ба, или асыл дей салайыншы. Асыл 1, 2, 3, 4, 5 дейін де мынандай бір сызықша қоя салайын. Бір асыл, неге 1, 2, 3, 4, 5 сызықша. Все, далее. Егер дұрыс емес болса, ішін өзгерт деп айтады. Дұрыс екен. Мына жерге өзіңіздің email баяғы почталарыңыз болатын болса, жазып қойсаңыздар болады. Ертең парольдеріңізді ұмытып қалып жатсаңыздар, осы почта арқылы тауып алсаңыздар да болады. Бірақ енді таба бересіздер ғой, номеріңіз бар ғой өйткені. Қосымша ретінде істеп қойсаңыз болады деп жатқаным ғой жалпы. Мен пропустить дей салайын. Мына жерге номерлеріңізді жазасыздар міндетті түрде. Номерлеріңіз егер сіздер біреулер болады, мен номерім ашылмаған деп жүреді, кейбір кісілер ойлап жүреді да, бірақ оған уже ашылып қойған кісілер болады. Маған номерлеріңізді жазып көрсеңіздер, ошибка берсе, значит оған ашылған деген сөз. Бұған ешқандай ашылмаған номер жазу керек. Ашылып қойған болса, егер ашылып қойған болса, забили пароль деп іздеп көре саласыздар болды. Мына жерге сіздер өзіңіздің номерлеріңізді жазасыздар, сосын далее десеңіздер ашылады. Менде уже ашылып тұр, мінекей ашылды. Асылжан Қалмен 94@gmail.com. Паролім жаңағы асыл 1245 нижний пробел деген сол менің паролім. Мен уже Gmail аштым, болды, мен ары қарай YouTube-қа кірем да, өзімнің почтамды жазып кете берем. Неге кірем осы YouTube-қа? YouTube деп кіріп көре салайық қазір. Неге YouTube деп кірдім? Кіргеннен кейін, YouTube-қа кіргеннен кейін, мына жерде оң жақ бетте сіздерде войти деп шығып тұруы мүмкін. Егер кірмеген болсаңыздар, кірген болсаңыздар, осындай почта болып шығып тұрады. Менде уже неше почта бар мына жерде. Асылжан Жұмабай деген бір канал тұр мына жерде. Мына жерде Ерқанат Қуанған деген канал ашылып, Gmail бар екен. Мен добавить аккаунт деймін да, тоже осы жерге жаңағы Асылжан Қалмен деп жазып кете берсем болады. Асылжан Қалмен 94 gmail.com деймін да, далее деп өзімнің паролімді жазсам, менің почтаммен кіріп кетеді. Егер сіз пароліңізді білмейтін болсаңыз, мына түріне забили адрес электронной почты. Үстін басасыз да, ары қарай жаңағы атыңызды, жөніңізді жазып, номеріңізді тіркейсіз. Сол номерге код барады, немесе электронный почтаға қойсаңыз, электронный почтаға код барады. Сөйтіп аша берсеңіздер болады. Главный осы логин пароліңізді біліп алыңыздар. Ары қарай барлығы оңай.